Облыс әкімі Асқар Мырзахметов Жеңіс саябағын қайта қалпына келтіру жұмыстарының барысымен танысты. Қазір саябақтың кейпін жетілдіру бағытында жұмыстар қарқын алған. Қайта қалпына келтіру ісіне бас мердігер Жасыл ел Тараз жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тартылып отыр. Жалпы саябақты қайта жаңғырту үшін бюджеттен 370 миллион теңге қаражат қарастырылды. Бүгінде саябақ аумағындағы Ильяс Жансүгіров көшесіне тағы бір жолақ қосу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар саябаққа кірер тұсқа 2 қақпа орналастырылмақшы. Саябақтың ортасына мәңгілік алау мен Бауыржан Момышұлы ескерткіші орнатылады. Сондай-ақ мұнда батырлар аллеясы мен даңқ аллеясы монументтері бой көтермекші. Онда Жамбыл облысынан соғысқа аттанған азаматтардың тізімі жазылады. Бүгінде бұл тізім облыс әкімдігі мәдениет архивтер және құжаттама басқармасымен толықтырылып жатыр. Саябақ аумағын абаттандыру, көгалдандыру, көгеріштендіру жұмыстары да қолға алынып, Қазбек би көшесі мен Қонаев көшесі аралығындағы Үшбұлақ каналының бойына жағажай жасалынуда. Мұнан бөлек саябақтағы веложолдармен жабдықтауға ерекше көңіл бөлініп отыр. Саябақта Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне арналған мұражай да салынады. Бұған дейін саябақта орнатылған ауған соғысы, Семей ядролық сынақтар мен Чернобыль атом электр станциясындағы апат салдарын жоюшыларға арналған ескерткіштің орны ауыстырылып, нысанның келбеті қайта жөндеуден өткізіледі. Демалыс орнының қарсы бетінде орналасқан Евразия кинотеатры мемлекеттік меншігіне алып, оны жастар орталық етіп жасақтау жұмыстары да жүргізілуде. Айта кету керек, тараздықтар ағымдағы жылдың 9 мамырында Жеңіс күні мерекесін жаңа кейіптегі жаңа саябақта атап өтетін болады. Айбол Қараш, Мұрат Таубай, жаңалықтар қызметі.